Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Биология сабағына қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Мақсутханова Ырыскүл Уәлихан қызы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз бағаналы жасушалар. Сабақтың мақсаты: бағаналы жасушалардың қасиеттерін сипаттау, бағаналы жасушалардың ерекшеліктері, бағаналы жасушаларды мамандандыру үдерістерінің ерекшеліктерін түсіндіру. Бағалау критерийі: сабаққа қатысуы 10 балл, өз пікірін білдіру 20 балл, үй тапсырмасын уақытылы өткізу 20 балл, сабақтағы белсенділігі 20 балл, ғылыми көзқарасын білдіруі 10 балл, материалды толық меңгеруі 20 балл. Барлығы ортақ 100 балл. Енді шағын видеороликке назар аударсақ. Представьте себе, что двое слушают музыку. Каковы шансы на то, что в их плеерах один и тот же список мелодий? Понятно, что почти никаких. Вкусы-то музыкальные у каждого свои. А каковы тогда шансы на то, что конкретному человеку потребуется точно такие же медицинская помощь и лечение, как и кому-то другому? Они еще меньше. На жизненном пути каждому из нас требуются индивидуальные лечебные курсы и процедуры. Над развитием медицины, максимально ориентированной на конкретного человека, не покладая рук, работают ученые и врачи. Одним из направлений такой медицины является изучение так называемых стволовых клеток. Это не дифференцированные клетки, что означает, что за ними не закреплены специфические функции. Если клетки кожи образуют щит от бактерий, клетки мышц отвечают за движение, а нервные клетки проводят импульсы, то у стволовых клеток никаких этих функций еще нет. Однако эти клетки способны к превращению в любые другие клетки организма. После того, как отслужившие свое клетки умирают, стволовые клетки дают начало новым. Например, клетки, выстилающие стенки кишечника, полностью обновляются за 4 дня. За обновление этих клеток отвечают находящиеся за ними стволовые. Надежды ученых связаны с использованием стволовых клеток в особой отрасли медицины, ориентированной на конкретного человека, а именно замены органов его тела на аналогичные органы его тела. Неустанная работа исследователей стволовых клеток направлена на то, чтобы использовать их для создания ткани организма, что заменяет поврежденные в результате травм, ранений или болезней. Такое использование стволовых клеток носит название регенеративной медицины. К примеру, в наши дни исследователи применяют стволовые клетки для лечения заболеваний крови, той же лейкемии. Это злокачественная опухоль, которая поражает костный мозг, представляющий собой внутрикостную губчатую ткань, что отвечает за процесс кровотворения. При лейкемии отдельные клетки костного мозга начинают безостановочное деление, замещая собой здоровые стволовые клетки, из которых образуются клетки крови. Существуют методы лечения лейкемии с применением новых стволовых клеток, из которых сформируются необходимые организму больного клетки крови. Отметим, что стволовые клетки, используемые в медицине и научных исследованиях, подразделяются на несколько видов. Взрослые или ткани специфичные, стволовые клетки располагаются в небольших количествах в различных тканях и органах. Эти стволовые клетки замещают отработавшие свое клетки соответствующих тканей и органов. Эмбриональные стволовые клетки получают из эмбрионов, которые пожертвовали роженицей из клиник по борьбе с бесплодием. В отличие от тканей специфичных клеток, эмбриональные стволовые клетки являются плюрипатентными. Иначе говоря, из них можно вырастить любую ткань организма. Третий вид стволовых клеток, так называемые индуцированные плюрипатентные. Это обычные клетки печени, кожи, жировые или другие, которые исследователи превращают в эмбриональные путем перепрограммирования. Из них, как и из эмбриональных, можно вырастить любые клетки организма. Параллельно с развитием метода выращивания из различных стволовых клеток новых тканей для поврежденных органов, врачи и исследователи используют эти клетки для изучения работы организма.
Наблюдая за превращением стволовых клеток в ткани, исследователи раскрывают механизм этого процесса, что в дальнейшем позволит поставить выращивание тканей на поток. Дальнейшие исследования не только откроют дорогу к развитию медицины, ориентированной на конкретного человека, но и дадут ключ к пониманию механизма работы организма как больных, так и здоровых людей. Видеороликті көріп болсақ, ары қарай түсіну мақсатында сабағымызды жалғастырайық. Бағаналы жасушалар. Бұлар маманданбаған, сирек бөліну арқылы сан тұрақтылығы өздігінен реттеліп отыратын жас жасушалар тобы. Бағаналы жасушалар таза субстанция. Ол өзінде ешқандай генетикалық ақпаратты сақтап тасымалдамайды. Бұл жасушалар жүйке жүйесіндегі зат алмасуды, қан айналымды, жүрек, бүйрек қызметтерін жақсартады. Иммунитеттің көтерілуін, қартаюдың алдын алуға мүмкіндік туғызады. Олар ешқандай қатерлі зақымға ұшырамайды. Бағаналы жасушалардың қасиеттері. Екі қасиеті бар. Біріншісі өзін-өзі жаңарту, яғни бөлінгеннен кейін өзгермейтін фенотипті сақтау қабілеті, ал екіншісі патенттілік. Жасушалардың мамандандырылған түрлері түрінде ұрпағын беру қабілеті. Өзін-өзі жаңарту, яғни дифференциялаусыз деп аталады, ал патенттілік дифференциация деп аталады. Бұл бағаналық жасушалар туннельдің қабырғасын бір-біріне қиғаштай түйісе орналасқан пішіні призмалық сыртқы және ішкі бағаналық жасушалардан тұрады. Тіндердің құрамында дың, бағаналық және дифференцияланған жасушалар болады. Бағаналы жасушаларға қысқаша тарихи шолу. Ең алғаш рет 1908 жылы ғылымға бағаналы жасуша терминін әскери медициналық академиясының профессоры, гистолог Александр Максимов енгізген болатын. 1978 жылы ұрық жолдас қанының құрамында гемопоэтикалық бағаналы жасушалардың бар екендігі анықталды. 1981 жылы американдық биолог Мартин Эванс ең алғаш болып тышқандардың бластоциттерін, яғни бағаналы жасушалардың дифференциацияланбаған плюрипатентті тармағын алды. 1997 жылы Ресейде қатерлі ісік ауруларымен ауыратын науқасқа ұрық жолдас қанының бағаналы жасушаларын тасымалдауға ең алғашқы операция өткізілген болатын. 1998 жылы батыс ғалымдары Томпсон мен Герхард ең бірінші болып эмбриондық бағаналы жасушаларды бөліп алды. Ал 1998 жылы Викскон университетінің профессоры Джеймс Томпсон және оның шәкірттері ең алғаш болып адамның эмбриондық бағаналы жасушаларын бөлді. 1999 жылы Science журналы эмбриондық бағаналы жасушалардың ашылуын биологиядағы ең ғажайып жаңалықтардың бірі деп жариялады. 1996 жылдан 2004 жылға дейін аутологиялық бағаналы жасушаларды трансплантациялауда 392 операция жүргізілген болатын. Құрметті студенттер, керекті жерлерін хронологиялық тәптерге сабақтың соңында жазып аламыз. Дифференциялануына байланысты бағаналық жасушалардың негізгі 3 түрі бар. Бұлар путипатентті бағаналық жасушалар, плюрипатентті бағаналық жасушалар және мультипатентті бағаналық жасушалар тобы. Қызықты ақпарат. Өмір сүру барысында біздің ағзамыздағы жасушалар үнемі өліп, қайта қалпына келіп отырады. Бас миында 35 жыл сайын 30-дан 50-ге дейін нейрондар өле алады. Ал бір бағаналы жасуша барлық ағзадағы бірнеше мың жасушаларды іске қоса алады. Тек жүйке жасушаларынан басқасын. Бағаналы жасушалардың қолданылуы және пайдалануда туындайтын мәселелер.
Ең бірінші, бағаналы жасушалар трансплантациясы сүйек кемігінің гемопоэтикалық жасушаларынан басталған. Бұл осыдан 20 жыл бұрын жасарту мақсатында жасалған болатын, яғни косметология саласында басталған. Қазіргі гемопоэтикалық бағаналы жасушалар басқа да ауруларды емдеуге қолданылады. Мысалы, қан жүйесінің қатерлі ісіктері, балалардағы лейкоздың кейбір формалары. Соңғы жылдар гемопоэтикалық бағаналы жасушалар аутоиммунды ауруларды, бүйрек және сүт бездері қатерлі ісіктерін, ревматизмді артрит, крон ауруы, жайылмалы склероз, артрит ауруларын тұрақты сауығуға дейін емдейді. Бұл суретте көрсетіліп отырған организмнің жекелей дамуы. Яғни, бұл жұмыртқа жасушасының ұрықтануынан басталады. Зигота, морула, бластула және гаструла сатылары. Ары қарай организмнің жекелей дамуы онтогенез сатысы жүреді. Сөйтіп, ұрық толығымен дамып жетіліп, дүниеге 9 айлығында сәби келеді. Ары қарай берілген тапсырманы орындаймыз. Бағаналы жасушалардың түрлері, ерекшеліктер мен ұқсастықтарын табамыз. Ары қарай бізде рефлексия, үйге тапсырма. Берілген сұрақтарға жауап береміз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.